қазір комментарийлардың астында бұрын менің маскамен жүретінімді, сосын масканы шешіп тастағаным туралы көп пікірлер келіп жатыр. Негізі мен маска киіп жүрген кезде масканы біз контент үшін киіп бастадық. Негізі Дәулет мырза да маскамен шығуымды өтінді. Өйткені көрсеткіңіз келмеді ма, не үшін? Жалпы енді асылдың бізде әйел адамды қызғану деген нәрсе бар. Сүннетте келеді жаңағыдай. Кімде-кім әйелін қызғанбаса, ол жаннатқа кірмейді, жаннаттың да иісін сезбейді деген. Сондықтан сол нелерге сүйеніп, жаңа пайда көргеннен кейін шарт болды. Егер камераға түсетін болсаң, тек қана жаңағыдай маска арқылы ғана деп. Сондықтан солай маска киді ол кісі. Содан кейін мен аяғым ауыр болды, 3-ші балама. Ол кезде мен курстарымды және контентті маскамен түсірдім. Өте қиын болды, қатты қиналдым. Өйткені прямо тұншығатынмын. Кәдімгі гипоксия болатын. Өйткені біз анандай кабинеттердің барлығы тар іші. Ол жерде мен маскамен отырамын. Еще маскалардың барлығы синтетикалық материалдардан тігіледі. ХБ материалдармен тігу контентке әдемі түспейді камера. Сол кезде мен қатты қиналдым. Сосын баламның состояниесін ойладым. Ішінде жатқан менде жаңа тұншығы болып жатқан кезде ода точно гипоксия болатын. Енді білесің ғой, дәрігер болғандықтан. Сондықтан Дәулет мырзадан рұқсат сұрадым. Бірақ бұл кісі қатты рұқсат берген жоқ. Әлі де айтады, ниқап ки, маскаңды тақ деп. Бірақ енді балаға зиян болғандықтан біз сол кезде масканы шештік. Енді бұл біздің негізі жаңағыдай личный нәрсеміз ғой. Бірақ маскаға байланысты біздегі сұрақтың жауабы осы. Раяна себеп болды негізі масканы шешуге. Солай маскасыз жүрмін қазір.